Так, 10 сынып жазғы математика бағытына бірінші тапсырмасын талдайық. Так, 90-ды жиынтық бағалаудың. Бұнда мына формуланы қолданамыз. 2GH-ты қолданамыз. Так, H 15 метрден 5 метр бетіп орналасқан кранда болғандықтан 15-тен 5 метр тастаймыз. 10 метр болады. Орнына қойып есептейміз. 200, бұдан мынадан 10 шығады. Түбірасы 2 болады. Бұдан 10, түбірасы 2-ден 1,41. Бұл тең болады 14,1 метр бөлінген секундқа. Жауабы міне. Так, екіншісі. Әрбірден бастапқы орны дейді. Бірінші x1-дің бастапқы орны. Яғни x нөлевой 10 метрге тең. Бұның жылдамдығы, жылдамдық 4-ге тең. Үдеуі 0-ге тең. Үдеу жоқ бұл жерде. Ал екіншісінде x нөлевойымыз 200-ге тең. Жылдамдығымыз 10 метр бөлінген секундқа тең. Үдеуіміз 4 метр бөлінген секунд квадратқа тең. Так, қозғалыс теңдеулерін жазу үшін екіншісінде, біріншісінде бір қалыпты, екіншісінде үдемелі. Үдемелі болады. Мына жерде үдеудің 2-ге тең болған себебі бұның өзінің негізгі формасы бар. Бұл формасы мынандай. Тен x нөлевой b-т a-т квадрат бөлу 2. Мынаның а-ның орнында 4 тұрады. Ол 4 2 бөлігінде 2 шығып тұр. Сол себептен үдеуіміз 4-ге тең болады. Форма бойынша. Так. Үшінші есебіміз. И-ның тепе-теңдік шартын жазыңыз дейді. И-ның тепе-теңдік шарты F1 L1 тең F2 L2 тең. Ал бірақ бізде жалпы ұзындық берілген. L5-ге тең. Мына кішкентай L1-міз. Сол себептен де L1-міз белгілі, ал L2-міз белгісіз болғандықтан жалпы L2-ны тең деп аламын. Мына үлкен L-ді 2-ді бөлем себебі жалпы мына жерде ең тек болғандықтан 2-ді бөлемді, одан азайтамын L1-ді. Сонда L2-ның мәні шығады. Оның мәні шығарып алайық. Тепе-теңдіктің шарты негізінен былай жазылатын формуласы. Соны орнына барып қоямын. L2-ге барып қоямын. L үлкен L бөлінген 2 азайту L1. Міне тепе-теңдік шарты жазылды біріншісінде. Ал енді И-ның массасын анықтаңыз дейді. И-ның массасын анықтау үшін дәл осы формуланы қолданамын. Осы формуланы қолдана отырып, мынау F-ның орнына қазір M2G үлкен L2 бөлінген L1 қолданамын. Енді есеп шығару барысында мынаны бөлінісін алып жүрмей, бұны өзіне есептей салайық. Бірінші формулада өзіне есептей салайық. Так, 5 бөлу 2 азайтылған 2. Бұл тең болады 0,5-ге. L2-міз 0,5-ге тең екен. Так, емекін массаны табатын болсақ, G екеуінің айырымын бізге 0,5 береді. F1 дегеніміз 25-ге тең, 2-ге тең 10 көбейтілген 0,5. Бұл тең болады жалпы 10 килограммға. Төртіншісі. Максимал көтерілу биіктігінің формасын жазып аламыз. H синус квадрат альфа бөлінген 2G. В нөлевойымыз 100 болады. Синус квадрат альфа. Синус 40 градуста. Және оны градусын тауып алған квадраттап, оны жаңағы 2 көбейту 10-ға бөліміз керек. Синус 40 градуста 0,64-ге тең. Яғни 100 көбейту 0,64-ті квадраттаймын енді сан мән. Так, бөлем 20-ға. Бұдан кеп шығады 2,048 метр. Лақтырылған жерден қандай қашықтықта түскенін табуымыз керек. Яғни бұсында x максимум. Қандай қашықтықта лақтырылған v нөлевой квадрат синус 2 альфа. Форма бойынша мына 100-ге тең. Синус 2 альфамыз, яғни синус 2 көбейтілген 40 градус болады. Бөлеміз 10-ға. 100-бен қысқарып 10 болады. Синус 2-ні 40-ға көбейтсек 80 градус болады. Бұда синус 80 градуста 0,98-ге тең. Бұдан 9,8 метрге тең болады. Доптың қанша уақытта ұшқанын табуымыз керек. Ұшу уақыты 2 v нөлевой синус альфа болады. Бөлінген G-ға тең. 2 көбейту 10. Синус альфамыз 40 градус, бұнымыз 10-ға тең. 10 мен 10 қысқарып кетеді. 2 қалады. Синус 40 градуста 0,64. Бұл тең болады 1,128 секунд, бірақ оның жоқта 1,3 секунд деп аламыз. Міне. Ары қарай. Есептесеміз. Есебіміз соқташа сіздерге. Бесінші есебіміз. Бесінші есепте не дейді? Бесінші есепте жүптің кері күшін табуымыз керек. Бұның формуланы, 9 сыныпта өткен бұл формуланы жазамыз. Кері күш деген Т. Дайын форма бар.
үдеудің центрге тартқыш үдеуі болады. Бұдан жалпы центрге тартқыш үдеуіміз в квадрат бөлу r, ал радиусымыз тең l-ға тең болады. Міне ұзындығына радиусымыз. Ал енді орнына барып қояйық. Осы жерден тау табатын болсақ, mg азайту ma синус альфа қосу ma центрге тартқыш үдеу. Тау тең mg косинус альфа ma синус альфа қосылған m центрге тартқыш үдеу в квадрат r-дің орнына l-ға барып қоямын. Енді массалардың бәрінде бірдей болғандықтан массаны жақшаның сыртына шығарамын. Косинус альфа осыған тең. Ал енді 3-ке өтейік. 3-те кинетикалық энергияны табуымыз керек. Кинетикалық энергияның формасы бәрімізге белгілі. 3 килограмм. Жылдамдығы 10-ға дейін оның квадрат 100 болады. Бөлу 2, 150 джоуль болады. Екіншісінде потенциалды энергияны табуымыз керек. Ол mgh. 3, 10 биіктігі 4-ке тең 120 джоуль. В нүктесіндегі энергияның өзгерісін тапты. Мына нүктедегі энергияның өзгерісі жалпы оның формасы мынандай болады. Мына энергияның өзгерісі деген білдіреді. Үшбұрышымыз бұл кинетик энергиядан, потенциал энергияны азайтып тастаймыз. 150 джоульдан азайтамыз 120 джоульды. 30 джоуль болады. Так, серпен сығылуын табамыз. Серпен сығылуының формуласы k x квадрат бөлінген 2. Бұл жерде так, серпен қатандығы берілген. Біз табуымыз керек серпен сығылуын, яғни x табуымыз керек. X квадрат тең болады 2e бөлінген k. Бұдан x тең квадраттан құтылу үшін түті бірдің астына аламыз екі жағында. Бұнда 2e бөлінген k болады. Тең. E дегеніміз 30-ға тең. Өзгерісі жалпы k дегеніміз 1500. Бұдан кеп шығады 0,2 метр. Ал енді дененің кинетикалық тоғын серпен энергиясын айналмайтын дәлдеп себебін түсіндірді. Себебі кинетикалық энергияның бір бөлігі потенциалдық энергияға айналады. Ал қалған бөлігі серпені қысады. Міне, себебі осы. Екінші бөлік. Жіңішке бөлігіндегі диаметрінен 4 есе аз болса дейді. Так, бұның өз негізгі формасы бар. Су құбырының формасы S2 болады. Жалпы бұл ауданымыз πr квадрат болады. Бізде диаметр берілгендіктен πr дегеніміз диаметрдің жартысына тең, ал орнына бір қоятын болсақ 2d болады. Ал оның квадраты болатын болса 2-ның квадраты былай болады 4πd 1 квадрат. S2-де 4πd 2-ның квадраты. Орындарына барып қоямыз. Төрттікler қысқарып кетеді. Сонда v1 d1-дің квадраты, v2 d2-ның квадраты болады. Есебін берілгенде d1 екіншісінен 4 есе аз болса дейді. Тар бөлігінен құбырдың кең бөлігінің диаметрінен 4 есе аз болса дейді. Яғни оны біз орнына апарып енді v2-ны анықтаймыз. Орнына апарып қоямыз. Бұдан v1 10-ға тең. d1-ның орнына апарып қойсақ 16 квадрат 4-ның мынаға тең болады. Мына қысқарып кетеді. 160 метр бөлінген секунд қалады. Жауабы осы. Ал енді 8-ге өтейік. Егер жердің центріне жан центріне қашықтық екер болса, кернеулі қалай өзгереді дейді. Так, жалпы формула бойынша табатынымыз білесіздер бұл форманы квадрат. Ал Ж1-міз 2r болса дейінгі қашықтық, яғни 2r-дің орнын квадраттаймыз, сонда 4r квадрат болады. Бұдан кеп шығады. Неше есе аз екендігін табу үшін мынаны қолданамыз. Мынаны Ж-ға бөлеміз, яғни jmr квадрат бөлінген jm4r квадратқа. Бұдан кеп шығады. Көбейту болады. Мынауымыз кері бөлшек айналады. Яғни алымы бөліне түседі, бөлі алымына шығады. Мына қысқарады. Ермен қысқарады, 4 қалады. Сонда Ж табатын болса
g нолевойдан 4 есе азаяды екен. 4 есе азаяды. Егер дейін қашықтығы радиус 2 есе артатын болса 4 есе азаяды екен. Ал енді жалпы g табатын болсақ, бұл жерде былай болады. Форма бойынша g дегеніміз 4r квадрат болатын орындарына апарып қоямыз. 61 11 дәрежесі көбейтілген жердің массасы 6 көбейту 10 24 дәрежесі 4 көбейтілген жердің радиусы 63-71 километр болатын метрге айналдырамыз, оны квадраттаймыз. Осыны есептейтін болсақ 2,45 метр бөлінген секунд квадрат шығады. Ал енді бысында так, дәл осы форма бойынша жұмыс жасаймыз. Квадрат болады. Бағанағыдай мәндерін қоямыз. Бұдан келіп шығады 16 шығады, яғни сонда Q2 тең болады. Q0 ғой 16 болады. 16 есе азаяды. 4 ерге қашықтық орбитада өріс потенциалын есептейміз. Так, бұдан екіні есептейтін болсақ, алғашқы есептегідей жердің массасы бөлемін 16 көбейтемін 6371 көбейту 10 3 дәрежесіне квадратына. Бұдан келіп шығады 39,66 10 13 дәрежесі, ал мынауымыз 64 944 көбейтілген 10 10 дәрежесі болады. Бұл тең болады 0,123 61 10 3 дәрежесі. 3 дәрежесі бұл деген сөз. Мына 1 2 3 қайырамын. 10 минус 3 дәрежесі 10 3 дәрежесі екеуі азайтылып 0 болады. 10 0 дәрежесі бірге тең, мына 0,61 қалады екен.